Саламатсыздар ма балалар? Бүгін бізде 3-ші сынып 59-шы сабақ фигураларды салу. А есебіне қараймыз. Бірінші сызғышты ежелден өлшеуіш құралы ретінде пайдаланған. Мына жерде бізге суретте сызғыш берілген және әрбір 0-ден 1-ге дейін 1 сантиметр, 1-ден 2-ге дейін 1 сантиметр. Демек, бізде 10 сантиметрлік сызғыш берілген екен. Екінші А есебінде кесінділердің ұзындығын көз мөлшерімен анықтап көр, дұрыстығын сызғышпен тексер дейді. Мына жерде бізде көз мөлшерімен мен 6 сантиметр деп, мына жерде одан кішілеу болғандықтан сәл-пәл 5 сантиметр деп жаздым. Содан кейін сіздер сызғышпен өлшесеңіздер де болады. Демек 6 сантиметр. Демек, мына жерге біз сызғышпен өлшеу үшін мына жерін сызғыштың басынан 0-ге келтіреміз. 0-ге келтіреміз және соңында мына жер бізде белгісіз. Сызғышпен өлшеген кезде қандай санға келіп тұр, сол санды мына жерге жазатын боламыз. Яғни 1-ден бастап өлшемейміз, біз 0-ден бастап өлшеміз. Өйткені 1-ден бастап өлшесек, бізге 1 сантиметр қысқа болып қалады. Себебі 0 мен 1-ге дейін бізде 1 сантиметрге тең. Сондықтан 0-ден бастап есептейміз сызғышымызды. Мына жерде де 0-ден бастап қоямыз. Мына жерде мысалы менде 0-ден бастап дәптерге енді көз мөлшерімен мынандай клетка бойынша сыздым. Мына жерде бізде сонда 6 сантиметр. Мына жерде де бізде 0-ден бастап есептейміз. Мысалы 1, 2, 3, 4, мына жерде мысалы 5. Сонда бізде сымменді аралығы 5 сантиметр екен кесіндісіге. Одан кейін бізде екінші тапсырма. Кестеге қара, берілген мәлімет бойынша қандай фигуралар салуға болады. Аудандары бірдей, әртүрлі 2 тік төртбұрыш сыз дейді. Алдымен біз аудандары, мысалы біріншісінікі 18 сантиметр квадрат, екіншісі 24 сантиметр квадрат және 12 сантиметр квадрат болатындай кесінді, яғни тік төртбұрыш сызуымыз қажет. Ұзындығы енін табуымыз қажет. Біріншісінде біз 18 сантиметр квадрат болу үшін ұзындығын еніне көбейткен жағдайда, яғни ұзындығы А деп алсақ, енін В деп алатын болсақ, А мен В-ны көбейткенде 18 сантиметр квадрат шығуы керек. Ол үшін біз ұзындығын 6 сантиметр, енін 3 сантиметр деп алатын болсақ, тура міне ауданын формуласына саламыз. А көбейту В-ға, сол кезде А-ны көбейтеміз В-ға, 6 сантиметр көбейтеміз 3 сантиметрге, сонда 18 сантиметр болады екен ауданы. Ары қарай екіншісінде бізде ауданы 24 сантиметр болатындай, сантиметр квадрат болатындай үшін біз тік төртбұрыш сызамыз. Яғни бізде ұзындығы 4 сантиметр, ені 6 сантиметр көбейтсек 24 сантиметр квадратқа тең. Одан кейін ауданы 12 сантиметр квадратқа тең болатындай, ол үшін біз ұзындығын 3 сантиметр, енін 4 сантиметр деп аламыз. Демек, 3 сантиметр мен 4 сантиметрді көбейткенде ауданы 12 сантиметр квадратқа тең болады екен. Ары қарай келесі бізде 3-ші тапсырма. Ұзындықтары төмендегідей кесінділер сыз нұсқасында 32 сантиметрдің 8-ден 1 бөлігіне тең, Ә нұсқасында 9 сантиметрдің 3-ден 1 бөлігіне тең, 10 сантиметрдің 5-ден 1 бөлігіне тең дейді. Яғни кесінділер сызамыз. Ол үшін 32 сантиметрдің 8-ден 1 бөлігі дегеніміз бөліміне бөліп, алымына көбейтеміз. 32-ні бөлеміз 8-ге, көбейтеміз 1-ге, 4 сантиметр. Мына жерде мен бір палетканың көмегі деп, мына жерде бір тор көзді мен 1 сантиметр деп есептедім. Сіздер сызғышпен сызсаңыздар да болады. Мына жерде міне 1, 2, 3, 4, 4 сантиметр болды жауабы мінекей. Одан кейін Ә нұсқасында 9 сантиметр 3-ден 1 бөлігі, 9-ды 3-ге бөліп, көбейтеміз 1-ге 3 сантиметр. Мінеке 3 сантиметр 3 клеткамен сыздым. Және Б нұсқасында 10 сантиметр 5-те 1 бөлігі, 10-ды бөлеміз 5-ге, көбейтеміз 1-ге 2 сантиметр болды. Ары қарай бізде 4-ші тапсырма. Аудандары 16 сантиметр квадрат, 25 сантиметр квадрат және 9 сантиметр квадрат болатын шаршылар сал дейді. Ауданы 16, 25, 9 сантиметр болады. Демек біз 3 шаршы саламыз. Шаршының қабырғалары
бірдей тең болады, е. А нұсқасында 16 сантиметр квадрат шығу үшін ауданы біз ені мен ұзындығын бірдей қыламыз, е. Ол үшін 4 сантиметрден береміз. Ұзындығын 4 сантиметр, ені де 4 сантиметр екеуін бір-біріне көбейтсек 16 сантиметр квадрат шығады. Екіншісінде 25 сантиметр квадрат шығу үшін біз ұзындығын 5 сантиметрден береміз. Сол кезде 5-ті 5-ке көбейтсек 25 сантиметр квадрат шығады. Үшіншісінде 9 сантиметр квадрат шығуы үшін біз ұзындықтарын 3 сантиметрден береміз. Сол кезде 3-ке 3-ті көбейтсек 9 сантиметр квадрат шығады екен. Ары қарай бізде 5-ші тапсырма. 5-ші тапсырма, А нұсқасы ұзындығы қызыл кесіндіден дейді. Яғни қызыл кесінді бізде мына жерде тұр, А мен В. Кесіндіден 2 есе артық кесінді тап дейді. 2 есе артық кесінді бізде былай көз мөлшерімен есептегенде Е мен F 2 есе артық, е. Мынаны әкеліп мына жерге қойсаң жартысы болады. 2 есе артық десе демек тағы да соның біреуі деген сөз. Мына жерде сәл-пәл мынау кішкентайлау. Мынау енді А мен В-дан кішкентай, G мен N, е. Және S, D тоже мына E мен F-тен кішілеу. Қарасаңыздар, е. Мынадан да кіші, I мен G-дан. Ең үлкені бізге E мен F болып тұр, е. Және одан 2 есе кіші, мінекей, А мен F. Сондықтан 2 есе артық кесінді қызыл кесіндіге. Мына екеуі екен, Е мен F екен. Оны дәптерге сыз дейді. Қазір сызамыз. А нұсқасында қай кесіндінің ұзындығы көк кесіндінің жарысын құрайды дейді. Қай кесіндісі көк кесіндінің жарысын құрайды. Мінекей, мына көк кесіндінің жарысын құрайтын бізде G мен H, я. Мінекей, ортасына қойсақ, осының жарысын құрайды екен. Енді дәптерімізге сызатын боламыз. Мен мына жерде тағы да көз мөлшеріммен сыздым. Мінекей, F пен 10 сантиметр болса, оның жартысын құрайтын А мен F. А мен F-тің 2 есе үлкен десе, мінекей, F 2 есе үлкен, 15 сантиметр, 2 есе үлкен болса, 10 сантиметр болады. А нұсқасында мына жерде көк кесіндің жартысын құрайды деп тұр. Жартысын құрайтын G мен H, мінекей, 4 сантиметр. Ал мына бізде 8 сантиметр. Енді ары қарай бізде 6-шы есеп. Көп бұрыштардың қабырғаларының ұзындығын өлшеу, олардың периметрін тап дейді. Мына жерде біз былайынан 6 сантиметр деп алатын болсақ, мына жерде 3 сантиметр деп аламыз. Яғни А мен В кесіндісінің аралығы 6 сантиметр, С мен Д 3 сантиметр. Енді А мен С және В мен Д бізде мына С мен Д-ға қарағанда кішілеу, е. Көзбен өлшеп қарағанда демек 1 сантиметр шегіндіріп 2 сантиметрден қоямыз. Енді периметрін табу үшін біз барлық қабырғаларын бір-біріне қосып шығатын боламыз. Демек, А нұсқасында 6 сантиметр қосу 3 сантиметр, қосу 2 сантиметр, яғни 2 қабырғасы, 2 жағы 2 сантиметр, қосу 2 сантиметр. Сонда барлығын қосқанда 13 сантиметрге тең болады екен. Екіншісінде бізде қарасаңыздар 6 бұрышты, көп бұрыштар берілгенде 6 бұрыш мына жер 1, 2, 3, 4, 5, 6. Және барлық бұрыштары бірдей. Біз бұны 2 сантиметрден беретін болсақ, сонда периметрін табу үшін 6 көбейту А, демек А бізде 2, 6-ны көбейтеміз 2-ге 12 сантиметр болады екен. Көп бұрышты қабырғаның ауданы периметрі 12 сантиметр, мына жерде 13 сантиметр болды. Енді мынаны есептейміз. Ол үшін біз мына екі жағын S пен M, M мен N екеуі бірдей қарап тұрсаңыздар. Және мыналар кіші. Мынауда P мен O деген арасы тоже кіші. Сол үшін біз 3A көбейту А қосылған 2 көбейту В деп алатын болсақ, сонда мына жақ 3 қабырғаны біз 3 сантиметрден береміз. 3 сантиметр, 3 сантиметр, 3 сантиметр. Ал мына S пен
P және N мен O деген аралықтар бізде сәл-пәл кіші, сондықтан 2 сантиметрден берсек, енді барлығын қосып периметрін табуымыз қажет, немесе көбейту А формуласына салсаңыздар да болады, немесе барлық қабырғалардың тураны біріншідегідей 3 сантиметр, 3 сантиметр, 3 сантиметр және екі жағындағы қысқалау қабырғасы 2 сантиметрден береміз екеуіне, барлығын қоссақ 13 сантиметр шығады екен. Немесе тура осылай А көбейтумен 4 қосу 9 деп жазсақтар да болады. Ары қарай бізде 7-ші есеп, дәптердің ортасынан С нүктесін белгіле дейді. Циркулдың ұшын сол нүктеге қойып, радиустары төмендегідей шеңберлер сыз. Мына жерде дәптерімізге тура осындай шеңбер сызамыз. Циркулдың көмегімен және қақ ортасына С нүктесін белгілейміз. Және де радиустары төмендегідей, мысалы Асы 1 сантиметр, радиусының екіншісі 2 сантиметр болатын, үшіншісі 3 сантиметр, 4 сантиметр. Демек, әрбір шеңбердің аралықтары, бұна кіші шеңбермен екінші, үшінші, 4 шеңбер сызамыз. Соның аралықтары 1 сантиметр болу керек, өйткені А нұсқасында, Б, В нұсқасында әрқайсының сантиметрлі қараңыздар, бір-бірден көбейіп келе жатыр. Біз оны былай жазсақ болады, дәптерімізге циркулдың көмегіне сызып алыңыздар. Мына жері 1 сантиметр, екінші радиусы бізде 2 сантиметр, В нұсқасында 3 сантиметр, және соңғы нұсқада бізде В нұсқасында 4 сантиметр екен. Сонда радиустардың барлығының центрі 1, бізде С нүктесіне келіп тұр. Бұндай шеңберлер немесе дөңгелектер центрлес деп аталады. Себебі олардың центрі мінекей мына жерден келіп тұр, центрі ортақ. Бұндай шеңберлерді, яғни бірінің үстіне бірі салынған шеңберлерді центрлес деп атайды екенбіз. Ары қарай бізде 8-ші тапсырма, А нұсқасында қай суретте симметрия өсі дұрыс салынбаған? Сол фигураны дәптерге сыз, симметрия өсін сал дейді. Мына жерде симметрия өсі қақ ортасынан салынған, бір-біріне қарама-қарсы. Бұл бізде дұрыс салынған. Одан кейін үшбұрыш берілген, бізде. Оның да қақ ортасынан симметрия өсі дұрыс салынған. Бұл да дұрыс. Бізде 4-шісі дұрыс салынбаған. Өйткені мынау қақ ортасында сызылу керек, немесе бұлай, немесе бұлай. Бұлай қисық салуға болмайды, яғни бір-біріне қарама-қарсы емес, бір-біріне бүктеген уақытта ешқандай артық жағы шықпау керек. Мысалы, мына Т деген әріптің ортасынан сызылған. Осындай дәптерге Т деген әріпті қиып алып, ортасынан бүктесеңіз, тура осы үзік сызықтар арқылы ол кезде бір-біріне беттесіп тура келу керек. Ал мына жерде ондай болмайды. Сондықтан бұл 3-ші 4-бұрыш фигурасы дұрыс салынбаған. Ал мынау да дұрыс салынған. Енді мынаны біз дәптерімізге дұрыстап салуымыз қажет. 8-шісінде мінекей мен дұрыс салынған фигураларды жаздым. Енді біз жаңағы 4-бұрышты сызатын боламыз. Мысалы, сызғыштарыңызбен сызсаңыздар да болады. Осылайынан сызып симметрия өсін, яғни мұн жағында да 1, 2, 3, 1, 2, 3 қақ ортасынан сызатын боламыз. Бұл бізде симметрия өсі деп аталады. Мінекей, осылай дұрыс салыну керек. Ал дәптерде, кітапта қисық салынған. Енді ары қарай бір парақ қағазды дәл ортасынан бүктеп, симметриялық фигуралардың біреуін жаса дейді. Мына жерде 4-бұрышты, 3-бұрышты немесе көп бұрыш берілген. Осылардың симметриялық фигуралардың біреуін жасасаңыздар болады. 9-шы есепте таңда 2 симметриялы фигураны дәптеріне сыз дейді. Мына жерде бізге фигураның жартысы берілген, осыны жалғастырып, симметриялық фигураны жалғастыруымыз қажет. Ол үшін бізде мысалы қанша мұн жағында клетка бар, сонша клетка жазуымыз қажет. Мысалы бір клетка толық бізде, толық бір клетканы аламыз, одан кейін жарты бір клетка, содан кейін жартылау және тағы да жарты. Сонда 1, 2, 3, 1, 2, 3. Сондай клеткамен өлшеп бірдей қылып салатын боламыз. Мұн жағында 3 болса, астында да 3 болады. Мұн жағында тура солай 1, 2, 3, 1, 2 және 1. Бұлайынан 3, мына жерде 2 қарасаңыздар. Тура осылай салатын боламыз. Дәптерлеріңізге сызғыштың көмегімен, осындай клетканың көмегін жазсаңыздар болады. Мінекей,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мына жағында да тура солай. Мінекей, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Иә, симметриялы, яғни қақ ортасында міне. Енді екіншісінде бізде жартысы берілген, 1, 2, 3, 4, 5, 6 болса, мына жақта сол 1, 2, 3, 4, 5, 6. Жартысы берілген, жартысын жалғастырамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ал мына жағында да 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сығышпен бірдей түсу қылып сызсаңыздар болады. Ары қарай бізде 10-шы есеп өрнектердің мәнін тап дейді. 3 қосу 5 көбейту 5. Бірінші біз жақшаның ішін орындаймыз. 3-ке 5-ті қосамыз 8 болады. Оған 5-ті көбейтсек 40 болады екен. Ары қарай екіншісінде 3 қосу 5 көбейту 5. 5-ке 5-ті көбейтуіміз 25. 3-ті қоссақ 28 болады. Ары қарай 4 көбейту 5, 20 болады. 3-ке 6-ны қоссақ 9 болады. 20-ға 9-ды көбейтсек 29. 4 көбейту 5 қосу 3 қосу 6. 5-ке 3-ті қосып аламыз, жақшаның ішінде 8 болады. Оған 4-ті көбейтсек 32, 6-ны қоссақ 38 болады. 9 көбейту 5, 45. 4 қосу 2. 4 қосу 2-ні жазамыз. Енді 45-тен азайтамыз 4-ті 41 болады. Оған 2-ні қоссақ 43 болады. 9 көбейту 5 қосу 4 қосу 2. 5 пен 4-ті қосып аламыз. Мына жерде азайту болу керек. 1 болады, оған қосамыз 2-ні. Енді 9-ға 1-ді көбейтсек 9 болады. Оған 2-ні қоссақ 11 болады. Мына жерде азайтумен қосу деп жазып қойғам. Енді ары қарай бізде 11-ші тапсырма аудан өлшем бірліктердің кестесін пайдаланып салыстыр дейді. 8 метр квадрат пен 80 дециметр квадратты салыстырсақ, 8 метр квадрат көп болады. 3 дециметр квадрат пен 600 сантиметр квадратты көбейтсек, салыстырсақ, 600 сантиметр квадрат әрине көп, 700 дециметр квадрат пен 7 метрді квадратты тең болады. 400 дециметр квадрат пен 4 метр квадрат үлкен. 9 дециметр квадрат пен 90 сантиметр квадратты салыстырсақ, 9 дециметр квадрат көп. 300 дециметр квадрат пен 3 метр квадратты салыстырсақ тең болады. 6 метр квадрат пен 60 дециметр квадрат салыстырсақ, 6 метр квадрат көп. 4 дециметр квадрат пен 900 сантиметр квадратты салыстырсақ, 900 сантиметр квадрат көп болады. 800 сантиметр квадрат пен 8 дециметр квадратты салыстырсақ, бізде тең болады екен. Ары қарай бізде 12-ші тапсырма. Бір торкөздің ауданы 4 сантиметр квадрат. Фигураның боялған, боялмаған бөліктерін және толық фигураның ауданын тап дейді. Мына жерде А нұсқасында боялған, боялмаған бөліктері және толық фигураның ауданын тап деген. Бірінші боялған бөлігі 1, 2, 3, 4, 5, 6. Боялмағаны 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Астында да 7 бар, демек 14. Енді А нұсқасында 5-ті көбейтеміз. А нұсқасында 6 боялған көбейтеміз 4-ке. Өткені бір торкөздің ауданы деп тұр ғой. Бір торкөздің ауданы 4 сантиметр квадрат. Демек 4 сантиметр квадратқа көбейтеміз. Сол кезде боялғанның ауданы шығады. Ол үшін аудан табу үшін 6 боялғанды көбейтеміз 4 сантиметр квадратқа, 24 сантиметр квадрат. Бұл бізде боялғаны. Одан кейін 14, мына жерде боялмаған. Жаңа санадық қой, менке 7, астында тағы 7, 14-ті көбейтеміз 4 сантиметр квадратқа, 56 сантиметр квадрат бізде боялмағаны екен. Енді толығын табу үшін осы боялған мен боялмаған бір-біріне қоссақ, мінекей толық ауданын табу үшін сол кезде 80 сантиметр квадрат толығы шығады екен. Ары қарай А нұсқасында бізде боялған және боялмаған табатын болсақ, 1, 2, 3, 4, 5. 5 бізде боялған, боялмаған 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 екен. Енді бұны да 4 сантиметрге көбейтеміз. Бірінші боялған, мына жерде боялған
4 сантиметр квадратқа көбейтсек 20 сантиметр квадрат, ал боялмаған 10 тор көзді көбейтсек 4 сантиметр квадратқа, сонда 40 сантиметр квадрат. Боялмаған, да? Мына жерде бізде толығын білу үшін 20 сантиметр квадратты қосамыз, 40 сантиметр квадратқа 60 сантиметр квадрат шығады екен. Ары қарай бізде Б нұсқасында тағы да есептейміз. Бірінші боялғандарды санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 боялған, 1, 2, 3, 4 боялмаған. 4-еуі 8 боялғанда, 4-еуі боялмаған. Енді сонда 8-ді көбейтеміз 4 сантиметр квадратқа, 32 сантиметр квадрат боялған екен. Ал боялмаған білу үшін 4-ті көбейтеміз 4 сантиметр квадратқа. 4-еуі боялмаған, сонда боялмаған бізде 16 сантиметр квадрат екен. Боялмаған. Енді толығын білу үшін 32 сантиметр квадратты қосамыз, 16 сантиметр квадратқа 48 сантиметр квадрат шығады екен. Немесе 12-ні көбейтеміз 4-ге, 48 сантиметр шығады. Енді бізде В нұсқасында боялған санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 боялған, біреуі боялмаған. Ол үшін тағы да 4 сантиметр квадратқа көбейтеміз. 8-ді көбейтеміз 4 сантиметр квадратқа, 32 сантиметр квадрат боялған. Боялған деп қасына жазып қойсаңыздар болады. Ал боялмаған бізде бір ғана тор көз, оның 4 сантиметр квадратқа көбейтсек 4 сантиметр квадраттың өзі шығады. Бұл бізде боялмаған. Толығын білу үшін 32 сантиметр квадрат пен 4 сантиметр квадратты бір-біріне қоссақ, 36 сантиметр квадрат шығады екен. Бұл бізде толық ауданы. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше аман сау болыңыздар.